Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дастарханның сәнін келтіретін тойымды әрі оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай менде кольцо болмағандықтан осындай қолданылмайтын контейнерлер болса, осылай түбін кесіп осылай жасап алсаңыздар болады. Тарелкаға қойып, піскен картопты үккіштен өткіземіз. Содан соң осылай қасықпен орналастырып, бетінен майонез жағамыз. Барлық ингредиенттерді осылай үстіне басып, тығыздау етіп орналастыру қажет. Себебі жаңа контейнерді көтерген кезде салатымыз шашылып қалмауы керек. Кейін бізге піскен ет қажет болады. Менде бұл сиырдың еті, тауықтың етін, қойдың етін пайдалансаңыздар болады. Осылай ұсақтап тураймыз. Осы туралған етті жаңағы картоптың бетінен орналастырып, тағы да бетіне майонез жауып, осылай бір тегіс қылып орналастырамыз. Кейін тұздалған қиярды да осы видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Қиярды жаңағы еттің үстінен саламыз. Әрбір слойды салған сайын бетінен осылай майонезбен жауып отырамыз. Ендігі жаңа қиярдың бетінен піскен жұмыртқаны осылай үккіштен өткіземіз. Оның да бетіне майонез жағып, барлық жаңағы ингредиенттерді қайталап бетінен осылай орналастырып шығамыз. Енді соңғы осылай жұмыртқаны өткізіп, салатты жаңағы контейнерді көтеріп, салатты ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды. Сіздермен болған салтанат. Видеоңызға лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.